Allahu Akbar, Allahu Akbar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Assalamu aleykum, hurmetli muhtaram cemaat, hurmetli abыз ақсақалдар, бауырлар, ақжаулықты аналар. Алла қаласа санаулы күндерден кейін мұсылмандардың ұлық мерекесі деп айтсақ бола ма? Мұсылмандар үшін ерекше бір науқан ай, Рамазан айы келіп жетеді иншалла. Кезінде пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, пайғамбарымыздың заманында Рамазан жақындаған кезде әрбір күнін сахабалар асыға күтеді екен. Рамазан айының келуін. Міне Шағбан айы, Ережеп айы, Шағбан айы деп, енді міне Рамазан айы деп, осыншама күн қалды деген секілді. Құрметті бауырлар, Рамазан айы мұсылман үшін ерекше ай, мұсылман үшін науқан айы. Алла тағала өзінің пайғамбарының, Алланың елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы жайында былай деп айтады, қараңыздар. Ида дахала Рамадан футихат абуабул джанна ва гулиқат абуабу джаханнам ва сулусидат лиш шаятин дейді. Мағынасы, Рамазан айының алғашқы түні келгенде жәннаттың есіктері айқара ашылып, тозақтың есіктері жабылады, шайтандар кісенделеді дейді. Осы орайда кейбір бауырларымыз сұрақ қойып жатады, сонда шайтан мүлдем болмай ма деген секілді. Бірақ бұл жердегі мағынасы, құрметті бауырлар, шайтанның әрекеті азаяды осы айда. Өйткені мұсылман адам, ораза ұстаған мұсылман адам әрбір сөзіне, әрбір ісіне, әрбір әрекетіне ерекше мән беріп, оғаш сөз, мұсылманға лайық емес әрекет жасамауға барынша тырысқан Алланың сүйікті құлы бұл айда күнә атаулыдан бойын аулақ ұстайды екен. Осымен шайтанның амалдары таусылады екен осы айда. Бұл әлбетте оразасын дұрыс ұстаған адамға байланысты. Құрметті бауырлар, бұл айды біз ерекше ыждахаттылықпен қарсы алуымыз керек. Өйткені бұл ай біздер үшін үлкен мүмкіндік, бұл айға жеткен бар, жетпеген бар, құрметті бауырлар. Аллаға шүкір, биыл Рамазан айымен қауышып жатсақ, ол да бір Алланың біздерге бір мейірімі. Ол да біздерге бір берген үлкен мүмкіндігі, сол нәрсені ұмытпауымыз керек. Рамазан айында біздің әрбір істеген амалдарымыз есепсіз сауап болып қайтарылады біздерге. Пайғамбарымыздан жеткен құдси хадисте Алла тағала айтады: «Ас-сауму ли ва ана аджзи бихи» дейді. Мағынасы, ораза ол мен үшін дейді. Оның есесінде мен қайтарам дейді. Әрбір оқыған мысалы Құран, әрбір жасалған зікір, әрбір жасалған сіздің садақаңыз, әрбір оқылған тараух намазыңыз, жай қарапайым телефон соғып, бір бауырыңызға хабарласып, жақсы дұға тілек айтуыңыздың өзі сіздер үшін сансыз сауаптарға айналады екен, құрметті бауырлар. Осы нәрсені ұмытпауымыз керек. Бұл Рамазан айының осы 11 ай бойы адамның жүрегі қарайып, адамның денесі ауырлап, неше түрлі ойлар мазалаған кезде, міне ораза кезінде адамға сондай бір мүмкіндік, бүкіл жаман ойлардан, адам бойынан, күнәлардан тазартуға бір мүмкіндік беретін ай, құрметті бауырлар. Рамазан айы жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде былай дейді: «Хасибу анфусакум». Бұл енді адам өз-өзіне есеп беру жайында. Өйткені шын мәнінде
бауырлар, біз өзіміздің қайдан келгенімізді, өзімізді сырттай бір қарап, біз әрбір әрекетімізге бір ой жүгірткеніміз абзал. Өйткені адам, біз пендеміз, қателесеміз, дегенмен де адам өз-өзіне есеп беру керек. Мына бір Умардан келген бір сөзде былай деп келеді: «Хасибу анфусакум қабла ан тухасабу» дейді. Ұлы есепке түспей тұрып, өздеріңе есеп беріңдер дейді. «Уазину анфусакум қабла ан тузану» дейді. Яғни мағынасы, қияметтегі таразыға тартылмай тұрып, нәпсілеріңді бұл дүниеде таразылаңдар дейді. Мен қандай амал жасап жүрмін? Жалпы осы менің күнім, әрбір атқан күнім Аллаға жақындатып жатыр ма, әлде алыстатып жатыр ма деген секілді. Әрбір күні кешке адам өз-өзіне бір есеп беру керек. Абай атамыздың сөзінде келеді ғой: есті адамның қатарында болғың келсе, өзіңе өзің есеп бер дейді. Күніге бір мәрте, болмаса аптасына, болмаса айына бір мәрте дейді. Құрметті бауырлар, біз өз-өзімізге есеп беріп үйренуіміз керек. Біздің өзіміз, әр адам өзінің жағдайын жақсы біледі. Сырттай қараған кезде жылтырап жүретіндер болады, бірақ іші толған, іші басқаша болуы мүмкін. Сол үшін әр адам өзінің жағдайына қарай, өзінің сырттай амалдарын таразыға салу арқылы өзінің Алланың құзыретінде қандай күймен барам деп әркез біз ойлануымыз керек. Құрметті бауырлар, бұл ай біздерге сондай мүмкіндік айы, тәубе жасауға мүмкіндік берілген ай, құрметті бауырлар. Яғни осы айда біз мейлінше Аллаға өткен, кеткен күнәларымыз үшін тәубе жасауымыз керек. Тәубе деген сөз Аллаға шынайы түрде өкініп, сол күнәні үзілді, кесілді, күнәні тоқтату деген сөз, құрметті бауырлар. Егер сіз бір адамға жамандық жасап, мен тәубе еттім, енді бұл адамға жамандық жасамайым десеңіз, оныңыз дұрыс болмайды. Сіз сол адамға жасаған жамандығыңызға кешірім сұрамайынша, немесе егер бір қиянатпен алынған зат болса қайтарып бермейінше есіне, сол адам кешірмейінше Алла кешірмейді екен. Сол нәрсені біз білуіміз керек. Сол үшін бұл айда бауырлар, Алладан кешірім сұрап, шынайы түрде өкініп, сол жасаған күнәмізға қайтпастай Аллаға біз уәде берейік, соған амал жасайық. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Тахрим сүресінің 8-ші аятында айтады: «Я юхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха» дейді. Мағынасы: «Уа иман келтіргендер, шынайы түрде тәубе етіп, Аллаға бет бұрыңдар» дейді. Құрметті бауырлар, бұл айда біз Рамазан айын, әр жылы келіп жатыр Рамазан айы. Сол кезде көп адамның Рамазанның соңында бір өкініші болады: әттеген ай, осы айды, осы Рамазан айын мен тиісінше өткізе алмадым ау, келесі Рамазанда мен тырыссам деген секілді. Әркез уәде береміз, бірақ сол әркез уәдемізде тұрмай жатамыз. Сол үшін, құрметті бауырлар, осы айды бір ерекше көңіл күймен, ерекше құлшылықпен өткізуіміз керек. Құрметті бауырлар, бұл айда Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде келеді. Жалпы бұл айға байланысты біз не жасауымыз керек, қалай дайындалуымыз керек, осы турасында ең бірінші кезекте, құрметті бауырлар, бұл айдыңға жетудің өзі үлкен нығмет екенін сезінуіміз керек. Аллаға шүкір, осы айға жеткіздің ғой, я Аллахым. Өйткені пайғамбарымыздың мұндай бір дұғасы келеді, қараңыздар: «Аллахумма барик лана фи ражаб ва шаъбан ва балигна рамадан» дейді. Мағынасы: «Уа Алла, біздер үшін Режеп, Шағбан айын берекелете көр, Рамазан айына қауыштыра көр» дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы айдың берекесін тілеген, осы айда жетуді қалаған. Екінші нәрсе, бауырлар, дайындықтың Рамазан айына кірген кезде міндетті түрде Аллаға лайықты түрде шүкір айтуымыз керек. Аллаға шүкір, мені осы айға жеткізіп қойдың, я Аллахым. Аллаға шүкір, мен саған уәде етем, осы Рамазан айында құлшылық ғибадатымды ықыласпен жасауға, осы айда көбірек жақсылық жасауға, осы айда көбірек Алла жолында ихсан, садақа жасауымызға, жақындарыма, ата-анама, бауырларыма көмектесуге, осы айда бір табыс алмай жүрген
әртүрлі жағдайлармен жаңағыдай арамыз үзіліп кеткен кейбір бауырларымызбен татуласуға уәде берем деген секілді ізгі амалдарға біз Алланың алдында уәде беруіміз керек. Одан кейін құрметті бауырлар, бұл Рамазан айы ол бір ашығу ай емес. Бұл Рамазан айы қуаныш, шаттық айы. Сол нәрсені білуіміз керек. Қуаныш, шаттық айы. Бұл айда бір-бірімізді ренжітпеуіміз керек. Мынау бір нәрсе жөн сұраса, әртүрлі жағдай болса, қарныңыздың ашқанын жаңағыдай себеп қылып, адаммен жаңағыдай дұрыс сөйлеспей, дұрыс жауап қайтармай, бұл айда көбінесе, бұл айда жүзімізде сондай бір қуаныш, өйткені біздің әрбір істеген ісіміз, тіпті күлгеніміздің өзіне біз сауап жазылып жатыр, құрметті бауырлар. Сол нәрсені біз ұмытпауымыз керек. Сол үшін Рамазан айында барынша бір-бірімізге қуанта білсек, қуантудың өзі, мұсылман қуантудың өзі үлкен сауапты, сол нәрсені білуіміз керек. Және де бұл айда біз әр нәрсеге бір мақсатқа, үлкен бір мақсаттарды алға қойған кезде не істейміз? Жоспар құрамыз. Мысалы, кез келген мықты спортсмен болу үшін да әркез бір жоспар құрады. Жоспар құрғаннан кейін сол жоспарға жетуге тырысады. Әрбір құрылған жоспарды орындауға тырысады. Сол секілді бұл айда да біз жоспар құруымыз керек. Ай келмей тұрып жоспар құруымыз керек. Яғни бұл айда мен не істеймін? Бұл айда мен қанша Алла жолында кімге көмектесемін? Кіммен татуласуым керек? Қанша бет Құран оқимын деген секілді? Қанша бет пайдалы кітап оқимын? Осы айда мен күнделікті, мысалы, түнгі тахажжуд намазына тұрайын деген секілді. Әр кез өзіңіздің уақытыңызды таңертеңнен кешке дейін Құран оқуға, хадис оқуға, зікір айтуға, дұға жасауға, барлық уақыттарыңызды жаңағыдай жүйелі түрде жүйелей білуіңіз керек. Сол кезде нәтиже болады, құрметті бауырлар. Өйткені бұл айға бір дайындықсыз келе салатын бір ай емес. Бұл айға ерекше біз дайындалуымыз керек. Одан кейін нәрсе, құрметті бауырлар, бұл ай кірмес бұрын, Рамазан айына кірмес бұрын кітаптарды оқиықшы, құрметті бауырлар. Ораза жайында жылда сол бір сұрақ, жылда келетін сұрақтар, Рамазан айында не нәрсе бұзылады, жаңағыдай укол салсам бұзыла ма, ана үйтен бұзыла ма деген секілді әртүрлі сұрақтар қояды. Дұрыс қой, енді сұрақтар қойылу керек. Бірақ дегенмен де ондай жеңіл сұрақтың деңгейіне өткен біз ғой негізінде. Ол өту керек ол нәрседен. Жылда ол нәрсеге қайтпау керек. Аллаға шүкір, кітаптар бар, кітаптарды ақтарып, оразаның парыздары, не нәрсе бұзады, не нәрсе макрух болады, осының бәрін бір алдын ала дайындалып оқып алғанымыз дұрыс. Сол нәрсеге сіздерді шақырамын, құрметті бауырлар. Одан кейін нәрсе, бұл ай басталмай тұрып, жаңа басында айтып өттік қой, Аллаға шынайы түрде біз өзіміздің негізгі бойымыздағы әр адамның бойындағы бір кінәраттар бар, рухани аурулар бар. Кейбір адамдар еріншек, кейбір адамдар көп ұйықтайды деген секілді. Бір адамдар бар, тәкаппарлық бойда болуы мүмкін. Оны әрине сіз кей кезде өзіңіздің кемшіліктеріңізді бақылай алмай, көре алмауыңыз мүмкін. Сол үшін жақын бауырыңызға айтып, менің бойымда қандай кемшіліктер бар, Алланың разылығы үшін айтшы деген секілді. Сол осы айда өзіңіздің бойыңыздағы кемшіліктерден біртіндеп арылатын ай. Әрине адам кемшіліктен бүкіл арылып кету мүмкін емес. Бірақ дегенмен де осы айды пайдаланып, шама келгенше бойдағы бір кемшіліктерден арылай, құрметті бауырлар. Одан кейін бұл айда келмей тұрып, жақындарыңызға хабарлассаңыз, бауырларыңыз бар, нағашы жұртыңыз, жиендеріңіз бар, өз жұртыңыз бар, қайын жұртыңыз бар, хабарласып, бауырлар, міне Рамазан айы келіп жатыр, енді мынау қосымша жүрістерді тоқтатайық деген секілді, ораза ұстайық, оразаның нелерін түсіндіріп, үкімдерін түсіндіріп, барып жаңағыдай оны бір құттықтап, Рамазан айының келуімен, яғни өзіңіздің туыстарыңызға да бір сондай құттықтаулар, өзіңіздің бір ілтипаттарыңызды жіберулеріңіз керек. Ол тек бір мешіттегі имамдар ғана ол нәрсені жіберілмейді. Өзіңіз, сіз намазхансыз ба? Намазхан ретінде осы мешітте қанша уағыздар айтылып жатады, жаңағыдай әртүрлі тілектер бар, баталар бар, соны жіберіп, өзіңіздің жаңағыдай әрбір бауырыңызға жеке хабарласып, бауырым, сен міне осы ораза келіп жатыр, өзіңді бір жақсы көремін, Алла разылығы үшін ораза ұстасайшы, денсаулығыңа да пайдалы, ең бірінші Алланың разылығына бөленесің деген секілді қызықтырып әртүрлі жолдармен шақыруымыз керек, құрметті бауырлар. Одан кейін нәрсе, өткен жылда біз ораза айында қандай жетістіктерге жеттік? Енді соны өзіңіз бір ойыңызға саралап, не нәрсе оқыдым, қандай кітаптар оқыдым, соны ары қарай жалғастырып, мысалы, ораза айында Құран жаттауға мүмкіндік бар, мысалы, Аллаға шүкір. Құран жаттаңыз. Әрбір жаттаған Құраныңыз, әрбір аятыңыз
сіздің дәрежеңізді өсіреді, құрметті бауырлар. Сол нәрсені білуіміз керек. Өткен мысалы Рамазан айында қанша хадис жаттадым деген секілді, қанша кітап оқыдым. Енді осы айда мүмкіндігінше бауырлар құлшылықпен өткізгеніміз абзал. Бірақ бір нәрсе бар, енді әртүрлі жағдайда болады. Қызметтегі бауырлар бар, әртүрлі жағдайдағы бауырлар. Оразаңызды сіз себеп қылуға болмайды. Мен ораза едім, ерте жұмыстан кетсем бола ма деген секілді. Ораза едім, мен істемей қояйыншы деген секілді. Олай нәрсе болмайды, құрметті бауырлар. Бұл ораза кезі, ораза ол бір еріншектердің айы емес. Жаңағыдай мен ораза едім, неге кештім деген кезде, ораза едім, жаңағыдай ұйықтап қалыппын деген секілді. Жоқ, адам құлшылық ол сізбен Раббыңыздың араңыздағы бір байланыс, жеке құпия ғой. Сол үшін ол құлшылық өзіңіз үшін жасайсыз. Ол құлшылығыңызды басқа біреулерге себеп қылудың қажеті жоқ, бауырлар. Алла қаласа, иншалла, міне ораза айы келе жатыр. Ораза айының басталуы міне 18 күні кешке ниетке кіреміз, иншалла. Ораза айында ниетке кіреміз. 19 күні ораза ұстаған күйде ауыз бекітеміз. 19 күні бірінші ауызымызды 19 күні кешке Алла қаласа ашамыз, Алла бұйыртса. Қадір түнін енді 16-сынан 17-сі күн деп шамамен жоспарланып отыр. Енді қадір түні жайында бөлек бір әңгіме, иншалла. Қадір түні нақты бір 16-сы, ондай бір 27-ші күні деген нәрсе жоқ. Жалпы алған кезде енді көпшілік болжам бойынша сол 27-сінен қараған түні дейді ғой. Міне биыл сол 16-сынан 17-сіне қараған түні келіп отыр екен. Одан кейін оразаның аяқталуы сол 19 аяқталады. Соңғы оразамызды 19-шы наурызда ұстап тамамдаймыз, Алла қаласа. 20-сы күні айт намазына келеміз осы мешітке. Оның уақытын иншалла кейін айтып жеткізіп жатамыз. Одан кейін биыл ораза Рамазан айында пітір садақасы 735 теңге деп бекітіліп отыр. Бұл діни басқармада. Сіздерге енді қысқаша айтып өтейік. Бұл жалпы бізде жыл сайын неге өзгереді деген секілді сұрақтар кейде сұрап отыр. Неге былтыр осындай еді ғой, былай осындай еді? Ол біз оны өзіміздің қалаған бағамызды біз қоя алмаймыз. Жалпы енді неге байланысты, пітір садақасына байланысты әртүрлі азық өнімдерін таңдайды. Бидай бар, ұн бар деген секілді, мейіз бар, одан кейін құрма бар деген секілді. Мысалы, араб елдерінде құрманың, мысалы 4 килограмм құрманың бағасын есептеп атады. Біздің енді қазақ елінде негізгі қолданыста ол нан өнім болғаннан кейін біз ұнмен есептейміз. Енді ол міндетті түрде ол араб елінде болған нәрсе бізге болуы шарт емес. Біз енді ұнмен есептейміз. Ұнның жалпы біз сол оразаның осы міне жақын осы бір жұманың ішінде біз табыс еттік діни басқармаға. Осы әр өңір, мысалы бүкіл облыстар, 20 облыс болса, 20 өңір болса, әр табыс етеді жаңағыдай өзінің өңіріндегі төмен баға, жоғары бағаны тапсырамыз. Мысалы біз 2 килограмм ұнның бағасымен есептеледі. 2 килограмм ұнның бағасы осы Қазақстан бойынша 735 теңге деп бекітіліп отыр. Бұл Оралда сәл баға қымбаттауы мүмкін, немесе бізде сәл арзандау, басқа жерде қымбаттау болуы мүмкін, бірақ бүкіл Қазақстанда ортақ баға 2 килограмм ұнның бағасы 735 теңге деп бекітілді. Сол үшін ол жылдағы өзгеру себебі осы бағаның өзгеруіне байланысты ол өзгеріп отырады. Ол шариғаттағы ол норма болып саналады. Сол нәрсені білуіміз керек. Одан кейін нәрсе, құрметті бауырлар, енді бұл жылына бір мәрте келетін ораза несі болғаннан кейін, ораза болғаннан кейін бұл пітір садақасын біз бәріміз жан садақасы деп беріп жатамыз. Бірақ бұның үкімі, жалпы беру үкімі, бұл кедей жағдай жоқ адамдар бұл пітір садақасын беруі міндетті емес. Сол нәрсені білуіміз керек. Пітір садақасын жағдайы бар адамдар ғана береді. Алланың разылығын қалай отырып, енді Алла оразамызды қабыл етсін деген ниетпен пітір садақасын сол жағдайы бар адамдар береді. Сол нәрсені біліңіздер. Енді жағдайы жоқ адамдар, өз күн көре алмай жүрген адамдар, ол адамдарға пітір садақасын беру міндетті емес. Одан кейін нәрсе бізде не бар? Фидия садақасы бар. Фидия садақасында кей кезде әртүрлі түсіндіреді, кейбір адам түсінеді. Ол мысалы жағдайы келмейтін адамдар, мысалы денсаулығына байланысты дәрі қабылдайтын адамдар болуы мүмкін, асқазан созылмалы асқазан ауруымен ауыратын адамдар болуы мүмкін, немесе қарт адамдар болуы мүмкін. Жағдайы келсе, сол фидия садақасын беруге болады. Бұл да жағдайға байланысты. Енді ол фидия садақасы жалпы таңертең кешке бір адамды тамақтандырғандай деңгейде. Ол шамамен
шамамен орташа біз 4000 теңгеде бекітілді. Яғни таңертең 2000 теңге, кешке 2000 теңге. Бұл орташа баға 4000 теңге. Бірақ бұған шамасы келмеген адам жаңа пітір садақасының мөлшерінде берсе болады. Ең төменгі деңгей сол пітір садақасының мөлшері болып саналады. Яғни 735 теңге. Осындай негізгі мәліметтер. Енді қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мешіттерге келіп сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, бауырлар. Алла баршамызға разы болсын. Алла Тағала құлшылық ибадаттарымызды, ниеттерімізді қабыл етсін, құрметті бауырлар.